Ұлттық кәсіпкерлер палатасы биылғы наурызда отандық кәсіпкерлерге арналған стратегиясын әзірлеп ұсынады. Құжатта негізінен бизнес өкілдерінің құқықтары мен міндеттері көрсетіледі. Елбасы жолдауында 2050 жылға дейін орта және шағын бизнес елдің жалпы ішкі өнімінің 50%-ын құрауы тиіс деп тапсырма берген болатын. Осы орайда палата 5 бағытта едәуір жұмыс жүргізіп отыр. Әсіресе ауылдық аймақтардағы кәсіпкерлікті дамытуға ерекше көңіл бөлінуде. Жақын арада ұлттық палата өкілдері бизнесмендерге ғаламтор арқылы қажетті білім беруді жоспарлап отыр. Сонымен қатар ұйым төрағасы маусым айында өткізілетін съезд барысында палатаның алдағы 5 жылға арналған жұмыс бағдарламасын ұсынамыз дейді. Біз 5 бағытта үлкен жұмыс жасауға кірісейін деп отырмыз. Оның біреуі мынау үдемелі индустриялық президенттің бағдарламасына атсалысу. Оған атсалысқанда біздің негізгі ойымыз осы жұмысты жергілікті жерге жеткізу. Осында нағып орта бизнестен жоғары, мынау шикізат көзінде емес, өндіріс саласында істейтін кәсіпкерлерді тарту.